біраз уақыт бойы сахнаға орамалмен шығып келген Роза Әлқожа кейіннен оны шешіп тастағаны үшін аяусыз сынға ілікті. Бүгінде ел алдында шашын жайып жүрген өнер иесіне желіде жағымсыз пікірлер қарша жаудырылуда. Басы дауға қалған әншіні оның туған інісі Әбдіжаппар Әлқожа жақтап шықты. Әбдіжаппар Әлқожа жұлдызды әпкесіне келіп жатқан сындарды мүлдем әділетсіз деп санайды. Ол желіде шу тудырған мәселеге қатысты өз ойын опмай бағдарламасында сұхбат беріп айтқан. Жас өнерпаздың сөзінше, Роза Әлқожа осы күнге дейін қазақтың салт-дәстүрін насихаттап, барынша көпке үлгі болып жүр. Алайда әншінің інісі халық оның жасап келген жақсылықтарын бір мезетте ұмытып кеткеніне шүйлікті. Әркім өз бауырын, өз туысын ақтайды. Ол жаман болса да жақсы жерін тауып алады. Сол сияқты халық та ол жақсы болса да жаман жерін тауып алады. Розаның осы күнге дейін қазақтың сәукелесін, қазақтың ою-өрнегін, қазақтың орамалын жырлап келе жатқанына қаншама жылдар өтті. Соны көрмеген халық бір орамалын шешсін, соны әңгіме қылады. Санасызға сан рет айтсаң да санасына кірмейді. Соны көрмей пікірлерді былапыттап жаза беретіндер диван үстіндегілер ғой. Әркімде әрқалай күйзеліс болады, әркімде әрқалай ізденіс болады. Орамалды тақса тағы да айтады. Араб болып кетіпсің деп айтары анық, ештеңе жақпайды. Негізі өзімнің көзқарасым Роза әпкем өзі біледі, мен өзім білемін. Біреуге ақыл үйретуден аулақпын, деп ағынан жарылды Әбдіжаппар Әлқожа.